Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін кешкі асқа қандай тамақ жасасам екен деп ойланатын болсаңыздар, дәл осы картофельное гнезда деп аталатын тағам дайындап көріңіздер. Өте ерекше дәмді тамақ болып шығады. Ең алдымен пиязымызды қызып тұрған майға қызарғанша қуырамыз. Содан соң фаршқа қосып, тұз, бұрыш, панировочный сухари және де кішкене су қосып, барлығын араластырамыз. Содан соң алдын ала суға піскен картопымызды езіп, оның үстіне сыр, қара бұрыш, тұзын қосып жақсылап араластырамыз. Пюремізді араластырып болып, осылайша 8 бөлікке теңдей бөліп аламыз, ештеңе ысырап болмау үшін. Содан соң домалақ шариктер жасап, противенге қойып шығамыз. Содан соң сәл шұңқыр жасап, жаңағы дайындаған фаршымызды да теңдей 8 бөлікке бөліп, осы пюренің үстіне қойып шығамыз. Содан соң қызанақтарымызды да дөңгелек етіп турап, беттеріне қоямыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-35 минутқа салып аламыз. Содан соң духовкадан шығарып беттеріне сыр сеуіп, тағы да 5 минутқа салып аламыз. Осымен біздің ерекше тағамымыз дайын болды. Қасына гарнир ретінде макарон немесе күрішті қайнатып дайындасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.